Сәлем достар. Бүгін біз мынау кішкентай Іңкәр деген қызбен барас практикалық сабақ жасаймыз. Мынау линейный мат дейді, түзу сызық бойымен қалай мат қоямыз, сол туралы бізге Іңкәр өз білімін көрсететін болады. Есімің Іңкәр ғой, иә? Иә. Молодец. Онда саған мышканы берем, ары қарай өзің бастап кеттік. Ал кеттік. Бұл жерде қалай линейный мат қоямыз? Бірінші ферзь А5. Дұрыс. Бірінші алдын кесіп аламыз, иә? Екі Иә. ладья болсын. Ары қарай өзің ойнай бер. Одан кейін екінші ладьямен кесеміз. Дұрыс, тамаша. Одан кейін енді кесе алмасақ, не істейсің? Батарея. Батарея жасайтын тәсіл бар, болмаса алысқа алып қашып кететін тәсіл бар. Батарея жасаймыз. Король қашты. Пат болып қалмау керек, абай болу керек. Ондай кезде не істейсің? Ладьяны қойсаң пат болады. Иә. Ферзьді алысырақ ал. Бұл ладья емес, сондықтан бұл ферзь. Алыс қашып кетеміз. Енді ары қарай лестница дейді, баспалдақ тәсілін қолданып мат қойып тастайсың, иә? Так, тамаша. Тамаша, керемет. Келесі тапсырмамыз ферзь бен ладьямен, енді екі ладьямен батарея тәсілін қолданып, немесе алыстан қашып лестница, баспалдақ тәсілімен мат қою техникасын қолданып көрейік, кеттік. Қоямыз. Молодец. Қорықпаймыз. Король жақындады. Енді батарея. Батарея, дұрыс. Енді ары қарай шах. И қашамыз ба? Батарея. Батарея. Батарея тәсілімен Іңкәр жақсы біледі екен. Тамаша. Келесі тапсырмамыз. Бір ферзьбен, бір слонмен қалай қоясың? Ал көрейік қалай қояды екенсің. Бірінші бұрышқа апармау керек. Корольді кез келген тақтаның шетіне алып барамыз, иә? Бұрышқа емес, шетіне. Ат сияқты қайталайтын тәсілді білесің. Олай да болады. Так, қайталаймыз шетке барғанша. Молодец. Молодец. Тамаша. Шетке келді. Жақындап кеспейміз, иә? Соңғысын қайталамаймыз бұрышқа барған кезде. Енді кесіп алдық. Слонмен не жаққа жүреді? Көр, өзің біл. Слонмен ферзьбен мат қоятын болсаң, король қашады, бірақ хоты бар. Сосын слонның көмегімен мат қою тәсілі. Король жақындатпай-ақ слонмен жылдам мат қою тәсілін бізге Іңкәр көрсетті. Молодец. Келесі. Ат пен ферзьбен тәсілін енді көремді. Өзің қалай қоясың? Бізге көрсет. Так, ат сияқты кесіп отырамыз. Ат сияқты шах берген ең оңай. Корольді бұрышқа қысу үшін бізге ең оңай тәсіл осы, иә? Молодец. Король тақтаның шетіне барды. Енді аяқтан кесіп аламыз. Кесіп аламыз. Ең бастысы пат қойып қоймау керек. Пат деген не ол бізде? Король жүре алмай қалады. Я, онда не болады? Нича. Нича. Бізге нича керек па? Жоқ. Керек емес. Онда атты шах көмекке апарып мат қойып тастаймыз енді, иә? Екі ходта мат қою керек. Аяққа жүрсе. Дұрыс, корольді бір қысып аласың. Енді король қашады. Енді аяққа. Тамаша, молодец. Ат пен слонмен көрсетті бізге. Енді бір ферзьдің өзімен қалай мат қоямыз? Өзің көрсетіп жүр бізге. Лай. Бұрышқа келді. Корольді кесіп алдың, енді корольді тек жақындатасың, иә? Жақындатып барып, спокойно, қиналмай мат қою тәсілін білесің. Дәл алдынан мат қою тәсілі, тамаша. Ең соңғысы бізде енді бір ладьямен қалай мат қоямыз? Бір ладья понятно. Білем. Önce bitip alamыз. Енді ладьяны шығарамыз. Так, қарама-қарсыны күту керек бізге, иә? Король қарама-қарсыға келді, енді бір табан жоғары қарай, жылыстан артқа қарай ысыртамыз корольді. Алдын ала күтесің, молодец. Бұны выжидающий ход дейді, күтіп алатын ход. Король қарама-қарсыға келді, қысамыз. Енді соңғы клетка қалды. Корольдің жүргеніне байланысты, онда ладьяны әшейін күтеміз. Онда корольмен қысамыз да, кейін қарама-қарсы келген кезде мат қоямыз. Оны сен білесің. Король қысылды,
ары қарай кететін несі жоқ, өзінің несіне Енді келді. мат. Енді мат. Молодец. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Достар, іңкәрмен өткен сабағым сіздерге ұнаса, біздің каналымызға жазылмасаңыз жазылып кетіңіздер. Инстаграмда болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Ұнаған болса лайк басып, комментария жазып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше ағайын сау саламатта болыңыздар.